Сәлем қыздар, біз қазір Whoopie Pie тортын дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: мұнда шоколад пен сары май, ұн, разрыхлитель, какао, шекер және де жұмыртқа қажет болады. Ендеше бастаймыз. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне 160 грамм шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Бұл масса миксерленіп жатқанда шоколадымыз бен сары майымызды водяной баняда ертіп суытып қоямыз. Микроволновкада да ертсеңіздер болады. Тез-тез алып, араластырып тұрыңыздар. Мінеке қыздар, бізде мынадай үлпілдек әдемі масса шықты. Енді осыған ертіп қойған шоколадымыз бен сары майымызды құйып араластырамыз. Шоколад қыздар, капля калибаут шоколады не болмаса Қазақстан шоколадын қолдансаңыздар болады. Қазақстан шоколады міндетті түрде Рахатовский алыңыздар. Егер капля шоколадын болса, онда темный шоколадын алыңыздар. Баян сұлудың Қазақстан шоколады кішкене сұйықтау болады, сондықтан Рахатовский алыңыздар. Мінеке қыздар, біркелкі масса болды. Енді осының үстіне біз ұнымызды, ұндарыңызды міндетті түрде ситодан өткізіп салыңыздар. Какао мен разрыхлителімізді саламыз. Енді осы массаны жылдамдығын жай скоростан бастаймыз. Ұнымыз шашылып кетпес үшін кейін скоростын ақырындап көтереміз. Однородный масса болғанша миксерлейсіздер қыздар. Жақсылап араластырыңыздар, астында ұндарыңыз, какаоларыңыз қалып қоймасын. Мінеке қыздар, бізде однородный масса шықты. Бұл масса бізде сәл жылы. Осы жылы кезінде пергаментімізге жайып шығуымыз керек. Мына жерде 23 диаметрлік дөңгелекке тестамызды жайғастырып шығамыз. Шамамен 2 столовый ложкадай саламыз. Жайып болғаннан соң, дайын болған массамызды қызып тұрған пеште 180 градуста, сіз қандай градуста пісіріп жүрсіз, әркімнің пеші әртүрлі болады. Сол градуста шамамен 7-8 минутта пісіріп аламыз. Піскен-піспеген білмесеңіз, зубочистканың көмегімен не болмаса шпажкақтың көмегімен білсеңіздер болады. Шпажкаңыз құрғақ болса, онда дайын деген сөз. Егер тесто жағылып шықса, онда дайын емес деген сөз. Мінеке қыздар, біз орналастырып болдық. Міне мұнда кішкене қамырымыз қалды. Оны мен осындай кондитерлік мешокқа саламын. Мына мешокқа салған қамырымыздан кішкене дөңгелекше етіп қойып шығамыз. Осындай табамызға дөңгелекше кішкене етіп қойып шығамыз. Бұдан біз қазір Whoopie Pie'дің печенесін жасайтын боламыз. Торттың бетін әсемдеуге балдарыңызға печенье ретінде берсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет.
Мұны да өз пешіңіздің градусына қарай пісіріп аласыздар. Піскеннен соң дөңгелекше формамен кесіп, тегіс қып кесіп алсаңыздар болады. Енді біз коржымыз дайын болғанша кремімізді дайындайық. Бізге сахар, маскарпоне, творожный сыр, сливки қажет болады. Барлық заттарыңыз холодильникте болуы қажет, мұздай болу керек. Қазір барлығын салып болғаннан соң сразу холодильниктеріңізге салып қойыңыздар. Мұнда менде ыдысымда 200 грамм сахар, үстіне 200 грамм маскарпонемізді саламыз. Келесі 200 грамм творожный сыр. Неке енді осыны однородный масса болғанша бір миксерлеп аламыз. Сонда кремдеріңіз іртік-іртік болмайды. Однородный масса болды. Үстіне 500 грамм сливкиімізді құйып, плотный масса болғанша миксерлейміз. Бірінші скорості ақырын бастаңыздар, сливкилеріңіз шашылып кетпесін. Содан соң ақырындап скорысын көтеріп отырасыздар. Көп миксерлеп жібермеңіздер, сливкилеріңіз іріп кетеді. Неке біздің креміміз қоюланып келе жатыр. Осылай қоюланып келіп, креміміз дайын болғанда із болып қалады. Сонда креміміз дайын деген сөз. Ыдысымызды төңкерген кезде креміміз түспеуі керек, өз формасын ұстап тұруы қажет. Біздің креміміз дайын. Мінеке тексеріп көрдік, өз формасын ұстап тұр. Енді осындай кондитерлік мешокқа насаткамызды саламыз. Насатканың номері 807. Осыған кремімізді салып аламыз. Мінеке енді сборға көшеміз, яғни тортымызды жинаймыз. Подложкаге азғана крем жағып алыңыздар, корждарыңыз жылжып кетпеу үшін. Енді шарик жасайтын боламыз. Сығамыз, жібереміз, сығамыз, жібереміз. Осылай айналдыра шарик шығарып шығамыз. Енді ортасына кремімізді салып, ақырындап жайып шығамыз. Грамм бойынша жасасаңыздар, грамм мен техниканы сақтасаңыздар, сіздерде 100% шығады. Уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар. Крем жақ болғаннан соң 4-5 осылай кішкене крем жақ тұрамыз. Корждар бір қалыпты болып тұру үшін екінші коржымызды орналастырдық. Бұғанда шарик жасап шығамыз, сығып жібереміз, сығамыз, жібереміз, сығамыз, жібереміз. Осылай жасап отырасыздар.
Главный рецепт бойынша жасаңыздар, артық еш нәрсе қосып жібермеңіздер, тесталарың шықпай қалады. Ровно грамм бойынша және техника бойынша жұмыс жасасаңыздар, сіздерде 100% шығады. Егер торт жасауға қорқамын дейтін болсаңыз, онда бірінші үйге өздеріңізге, туыстарыңызға жасап көрсеңіздер болады. Ганаш дайындауға қыздар, бізде көбекбай тортының ганашын дайындауға бұл Қазақстан шоколады, сливки, азғантай сары май, осы үшеуін толығымен микроволновкада ерігенше ертіп аласыздар. Толығымен еру қажет, және тортқа құймас бұрын міндетті түрде суытып алыңыздар, суытып құйыңыздар. Ыстықтай тортқа құймаңыздар. Торттарыңыз өз формасын ұстамайды, егер ыстықтай құятын болсаңыздар. Холодильникте, мұздай жерде салқындатуға болмайды. Бөлме температурасында суытасыздар. Дайындаған ганаштарыңыз суыған сайын қоюланып отыратын болады. Мінекей қыздар, тортымызды жинап болдық. Енді кішкентай өбипайларымыздың арасына кремімізді жағып, екінші бөлігін бетіне қойып беттестіреміз. Жарты бөлігін жаңа дайындаған ганаштарыңызға батырып алсаңыздар да болады. Мен мұнда ганаш дайындаған жоқпын, ганаш бетіне құйған жоқпын, осылай қалдырдым. Тортты өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мінекей қыздар, біздің тортымыз дайын. Сіздерге сәттілік қыздар, табыстарыңыз көп, мол болсын, клиенттеріңіз көп болсын. Ганаш құйып осылай жасасаңыздар да болады. Қыздар, біздің ганашымызға 100 грамм шоколад, 1 шай қасық сары май, осының үстіне 80 грамм сливкімізді құямыз. Және де микроволновкада ертіп алатын боламыз. Микроволновкада ертіп жатқан кезде тез алып, араластырып тұрыңыздар. Мінекей 80 грамм сливкімізді құйдық. Арасында дәл осылай алып, араластырып тұрыңыздар. Біздің ганашымыз дайын қыздар. Бұл ганашты суығаннан кейін қолданасыздар.